Саламатсыздар ма? Металлургия білім бағдарламасының студенттеріне арналған болат өндірісінің теориясы мен технологиясы бойынша дәріс нөмір 9 электро балқыту үрдісі. Дәріс беруші Абдрашид Асылбек Мейрамханұлы. Дәрістің жоспары: электро балқыту технологиясын даму тенденциясы, мақсаты мен балқыту бойынша пештердің жіктелуі, доғалы пештердің балқыту периоды, доғалы болат балқыту пешінде болат және оның қорытпаларын балқыту әдістері, қышқылды футировкасы бар доғалы болат балқыту пешінде болат балқыту технологиясы, индукциялық пеште болат балқыту. Электро болат балқыту технологиясының даму тенденциялары: электропештерде болат пен қорытпалы балқыту негізінен металлургиялық кәсіпорындарда, электро балқыту цехында және машина жасау зауыттарында, құю цехтарында заманауи технологиялық процестер мен жабдықтарды пайдалана отырып жүргізеді. Қазіргі болат балқыту пешінің прототипін 1899 жылғы француз инженері Перу сұйық металы бар ваннаға екі электродпен балқыту технологиясын ойлап тапқан. Электродтар арасындағы тоқ ванна тұйықталып, ал электрод пен ванна арасында доға жанып тұрады. Алғашқы доғалы болат балқыту типтер пештері Эру пештері 1905 жылы Германияда, ал 1906 жылы ақш-та жасалынды. Металл балқытуға арналған электропештер электр энергияның жылулық энергияға түрленуіне байланысты келесі топтармен ерекшеленеді. Электр доғалы әсерінен электр энергияны жылу түрлендіргіш доғалы пештер, шүйкұрам немесе өткізгіштер арқылы электр энергияны жылу энергиясына түрлендіретін кедергі пештер, мысалы металдық электродтарды, электроқождарды қайта балқытатын кедергі пештер, онда балқытатын қож ваннасының кедергі рөлін атқарады. Пештің доғасы мен шүйкұрам арқылы электр тоғының өтуі электр энергиясының жылулыққа ауыстыратын біріккен пештер. Электромагниттік индукция тоғы мен металдық шүйкұрамды қыздыратын пештер. Металды жоғары қуатты электрондар арқылы қыздыру және балқытатын электронды сәулелі пештер. Плазмалық сәуле көмегімен металды қыздыратын және балқытатын плазмалық пештер. Бұл электро доғалы болат балқыту пешінің көлденең қимасы. Бұл жерде болат түзіледі, 3 электродты, пештің своды, пештің желбома, пештің подвесы, шүйкұрам материалдар барлығы келіп болғаннан кейін сырттағы электр энергия арқылы электродтар қыздырылып төмен түсіріледі. Түсу нәтижесінде бұл жерде металл мен шүйкұрам материалдар мен электродтың арасында доға түзіліп, соның әсерінен шүйкұрам балқиды. Мақсаты және балқыту әдісі бойынша пештердің жүктелуі. Доғалы болат балқыту пештерінің негізгі қолданысы болып, электр доғалының энергиясы арқылы шүйкұрам материалдан балқыту температурасынан жоғары температураға дейін қыздыру болып табылады. Қыздыру әдісі бойынша доғалы пештер келесі топтарға бөлінеді. Бірінші, жүктелген материалдарды, электродтарды мен металл арасында жанатын доға энергиясының көмегімен тікелей қыздыру пештері. Екінші, металл мен қождардың үстіне электродтар арқылы доға мен балқыту арқылы тиелген шүйкұрам материалдарды жанама пештер. Қыздыру пештері: осы типті пештер төмен температуралы металдарға балқытады. Үшінші, жабық доғамен араластырып қыздыру пештері. Бұл электродтар мен шүйкұрам қабаты арасындағы материал пайда болған доға есебінен балқиды және электрод арасында өтетін тоқ әсерінен шүйкұрам материалдарына бөлінетін жылу қыздырылады. Бұл типтегі пештер кен тотастандырғыш пештерге жатқызады. Доғалы пештерді жасау кезінде пештің түбі тоқ өткізгіш болады, алайда пештің түбінің қызуына байланысты футировка тез іштен шығады. Бұл жерде суретте, бұл жаңа 3 пешті айтып тұр ғой, тікелей. Бірінші қыздыру, екінші жанама, үшінші қолданбалы әмір, бұл жабық доғамен араластыру арқылы қыздыру. Доғалы
пештерге шикро материалын жүктөө әдісі бойынша 3 топқа қарастырамыз. Пеш корпусының жылжымалылығы, бұл яғни жылжымалы корпусы бар пеш шикро материалдар келгеннен кейін ол алға қарай жылжу нәтижесінде келіп болғаннан кейін тұрады. Ал келесі қозғалатын порталы бар, яғни бірінші шикро материал тұрады, екеуі бірге алма кезек қозғалу нәтижесінде болады. Келесі күмбезді, бұл яғни шикро материалдары крандармен келеді. Шикро пештің яғни 60-90 градусқа ең кету нәтижесінде шикро материал, металл ломдар, сұйық шойындар, тағы да материалдар келіп пеште кету нәтижесінде шикро материалдар тиіп алады. Доғалы пештердің бұл сипаттамасы, бұл жерде көбінесе электр қуаттылығына және де пештің сыйымдылығына қарай. Ама DSP 6 дегеніміз ол яғни пештің сыйымдылығына қалай бұл электр доғалы пештер маркіленеді. Электр доғалы пештің балқыту кезеңдері. Бірінші 2 сатылы технология өндірісіне ауысу. Бірінші металлды шикро материалдар тез балқыту, көміртегін фосфорды тотыққан қорды жою. Екінші соңғы тазалау әдісі, бұл десульфурация, дефорация немесе пештен сөндіру. Екінші қуатты және аса трансформаторлар қолдану арқылы қуаттылықтарды тиімді ұтымды пайдалану. Үшінші қалдық газдарды жылу көзі ретінде максималды пайдалану. Төртінші оттегі отынды қыздырғыш металдық шикромдарды қыздыру және балқыту қолдану. Бесінші бөлек деталдарды пеш конструкциясы, пеш күмбезі және қабырғалары сумен суытылатын қолданылған қондырғыларды біріктіру қолдану. Алтыншы пеште металдық шикромды үздіксіз балқыту үрдісін ұйымдастыру. Жетінші агрегаттың сағаттық өнімділігін арттыру. Доғалы пеште балқытудың маңызды кезеңдерінің бірі келесі дайындық болып табылады. Бірінші қажетті болат маркасын алу үшін шикром есебін есептеу. Одан кейін шикром материалдардың салмағын дұрыс өлшеу. Келесі құрамдас материалдарды корзинаға немесе мульдаға жүктеу. Пеш футировкасын жасайтын машина мен құрылғылардың пайда болуы мен дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз ету. Келесі футировканы жөндеу. Осы операция болат балқытудың технологиясы үрдісін қадағалайды. Жоғары температурада пеш футировкасы металл мен қожды тікелей байланысқа түсетіндіктен футировка бұзады. Сондықтан футировканы әр балқыту үрдісінен кейін қадағалау қажет. Пеш табаны мен жіктердің желенген жерін магнезит ұнтақтары мен немесе магнезиттің доломитпен қоспамен су үлгермеген пеш футировкасын жабыстырады. Жабыстыру тию машиналарымен, ленталы тасымалдағыштармен немесе айнымалы диск қолданылады. Тию шикро материалдардың иілмелі секторы бар қауғамен немесе гриферлі типті қауғамен тиеді. Шикро материалдар пешке немесе қауаға реттілікпен жүктейді. Бірінші пеш табаны үлкен өлшемді шикро материалдардың соққыларын қорғау мақсатында ұсақ материалдар тиеді. Келесі пеш жиектеріне және үлкен өлшемді болат сынықтары арасында орта өлшемді болат сынықтарын тиеді. Келесі пештің жоғары бөлігіне ұсақ материалдары мен шойынды жүктейді. Одан кейін тию аяқталған соң теміркенін немесе әкті тиеді. Қайта балқыту тию қауға көмегімен шикро материалдарын пешке тию кезінде барлық сыйғызу мүмкін емес, сондықтан да бұл шикро материалдарды балқығаннан кейін біртіндеп тиіп отырады. Пешті қоспас бұрын келесідей және операция тексереді. Ол электростағыштың электродтың қысу биіктігін, судың температурасын, пеш күмбезін, тоқ жеткізгіштерді, бөгде заттардың болмауы, газ талағыш қондырғының жұмыс жасауы, электродтардың қысқысының жағдайын, басқа да механизмде өлшеп алады. Балқыту алдында барлығы контрольден өтеді. Бұл балқыту шикромды балқыту кезінде келесі болу керек. Пешке тиелетін шикроматтан тез балқылуын қамтамасыз ету керек. Қожды дер кезінде реттеу керек. Және де электродпен пеш ваннасының төмен кездегі түбінің қызуын сақтау керек. Шикро материалын балқыту ұзақтығы барлық балқыту циклінің жарайды және энергияның 60-80% жұмсалады. Доғалы пештерде
бактоо үрдүсүн төрт кезекте интервалга бөлөдү. Биринчи металдык шикырамда бактоо, шикырам кабатынын астында доганын жануы, сүйүк металдагы электрод астына өтүбү, одан кийин металдык шикырамына ванна ишине кулабы, пиш футировкасына доганын сөйлөндүрүп, келеси кернөө менен кубаттыкты биртиндеп төмөндөтүү аркылуу сүйүк металга доганын ашык жануы. Догалы пиштин бактоо кезең биринчи тотуулуу кезеңи, бул кезеңде фосфордун мөлшөрү төмөндөйт. Сосын көмүртегинин концентрация мөлшөрүн азайтуу керек, сутегі оттегі металл киримдерин азайтуу керек, пешти чыгарган кезде 1590 градуска тең ұстау керек. Келесі тотықсандыру кезеңи, бұл кезде яғни пешке тотықсандыргыч ретинде ферроқорытпалар берилет. Бұл яғни пештен түсүрүндүү, бұл өте дамыган жана кыскартылган адис болуп табылат. Бунун негизги максаты сүйүк ваннадагы химиялык курамын реттөө, яғни сынама алуу, тасымалдоо, сынаманы талдоо, химиялык яғни талдауда сараптоо кажет. Электроболот бактыбагычтын дамуу кезеңи, бул бактуу технологиясы бул жерде пештен тыс металды өңдейтин пештин бактуу заттыгын операцияларынын техник экономикалык көрсөткүчтери көрсөтүлгөн. Бул жерде ар бир пештин сыйымдылыгына карай чыгуу убакыты жана жумуштун жалпы убакыты канча убакыт алат, канча иштейт, сол таблицада келтирилген. Болот бактуу пешинин болот жана корутпалар бактуу адиси. Негизги футировка бар догалы пештерде болот бактуу адистери 4 адис болот. Биринчи шикырам жана шикырамды колдонуу аркылуу болот бактуу, келеси легерленген болот жана муну корутпа калдыгы, корутпа тотуктуп бактуу. Келеси металлдарга шиким тасты колдонуп бактуу технологиясы, одан кийин корутпаларды аралаштырып бактуу технологиясы. Электр энергиянын өнүмдүү жолдору, яғни догалы болот бактуу пештеринде болот бактуу кезинде электр энергия менчик чыгымы келеси факторлорго байланыштуу. Биринчи пештин конструкциясы, сыйымдуулугу жана трансформатор кубаттуулугу, одан кийин шикизат материалдардын болуу, одан кийин бактуу технологиясы, одан кийин технология газды толуктай жагуу, 5-нчи ломду алдын ала кыздыруу, 6 автоматтандыруу, жети башка энергия көздөрүн колдонуу. Кышкылдуу футировкасы бар догалы болот бактуу пешинде болот бактуу технологиясы, яғни кышкылда болот бактуу футировкасы бар, яғни бул мартени кышкыл футировкасы секилди, бунда кождун басым бөлүгү кремний тотугунан турат. Ошондуктан да бул кышкыл менен кождо яғни күкүрт менен фосфорду жөө мүмкүн эмес, ошондуктан да пешке жүктүү кезинде эскерүү кажет. Және де темирдин белсендүүлүгү төмөн, яғни темирдин температура жогору катты жогоруласа, бул кремнийдин тотугустанууна, яғни металлына өтүүнө асер этеди. Келеси индукциялык пештер. Бул яғни өтө жогору сапалуу болот алууга арналган. Болоттун кээ бир сорттары бул яғни жана айтып өткендей индукциялык пештерде яғни бактат. Бул индуктор көлөмү аркылуу айнымалы өрүстүн әсеринен электр козгоочу күч пайда болот. Токтун әсеринен металлда бөлүнүп жаткан жылууду металл менен кыздырып бактады. Электромагниттик күчтүн әсеринен сүйүк металлга статикалык жана динамикалык әсер этеди. Нәтижесінде пешке кирген металл электродинамикалык жана циркуляция орун алады. Индукциялык пештердин айырмачылыгы электродду колдонулмайт, яғни металлын көмүртекпен кантпайт, доганын әсери жок, металлда сутегі өтпейт, металлдын аралашуу мүмкүндүгү жана металлдагы атмосфера жана вакуумдук орто болуу. Келеси дәріс боюнча бакылоо сурактары. Электр энергияны түрлөндүрүү боюнча металл бактууга арналган догалы электр пештин түрлөрүн атабыз. Электротермиялык үрдүс дегенибизде металлдарды кыздыруу боюнча догалы пештердин түрлөрү, догалы пештерди материалдар жүктөө адиси боюнча түрлөрү, догалы пешти бактуу кезинде аталып, догалы электр пештерин бактуу технологиясын түшүндүрүбүз. Кышкылда догалы бактуу кезинде футировканын колдонуу ерекшелиги, негизги футировкасы бар догалы пештерде болот бактуу адисин түшүндүрүбүз. Индукциялык пеште жумуш жасоо принципин түшүндүрүбүз. Индукциялык пеште болот бактуу технологиясын
артықшылығы неде? Дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.